Қаржылық мониторинг агенттігі Интерпол қолдауымен бұған дейін халықаралық іздеу жарияланған Ұлан Мұхтарұлы Байболовты Корея Республикасынан Қазақстанға қайтарды. Тергеу деректеріне сәйкес, Байболов салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жүйелі түрде төлеуден жалтарумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі болған. Қылмыстық әрекет мынадай жолмен жүзеге асырылған. Кәсіпорындар сатып алынып, жалған басшылардың атына қайта тіркелген. Олардың банкшоттары арқылы қаржы операциялары жүргізілген. Салық есептілігіне көрінеу бұрмаланған мәліметтер енгізіліп, кейін қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған. Осы тәсілде пайдаланылған кәсіпорындардың бірі Сфера жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 2014 жылы Байболов аталған серіктестік директорының орынбасары қызметіне тағайындалған. Нәтижесінде топ мүшелері серіктестіктің есеп айырысу шоттарынан 2,5 миллиард теңгеден аса қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған. Бұдан бөлек қосымша есептелген салық көлемі 1 миллиард теңгеден асқан. Сот күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Тергеу жалғасып жатыр. Қазақстан Республикасы қылмыстық процесстік кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді. Қазақстан Республикасы Конституциясының 19 бабының 1 тармағына және Қазақстан Республикасы қылмыстық процесстік кодексінің 19 бабының 1 бөлігіне сәйкес адамның қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі екені заңды күшіне енген сот үкімімен анықталғанға дейін ол кінәсіз деп есептеледі.